Білімді, жігерлі, қайратты жастар. Ұзын саны 2000-ға тарта жас буын өкілдері бүгін Тәуелсіздік сарайында бас қосты. Естеріңізге сала кетсек, күні кеше Жас отан жастар қанатының 3-ші съезі өткен болатын. Делегаттар жастар отанға бағдарламасын қабылдап, таңбасы қайта жаңғырды. Ал бүгінгі жиынға елбасы Нұрсұлтан Назарбаев қатысты. Жас буын өкілдерімен сұхбаттасып, жаһандық дамудың қыр-сырларын айтып берді. Президенттің парасатты ойларын әріптесім Мұхтар Ыбырайымда тыңдап қайтты. Еліміздің түпкір-түпкірінен дарынды жастар жиналды бүгін. Ғалым, мұғалім, дәрігер, спортшы, әншінің менмін дегендері осында. Елбасымен сұхбаттасуға жігерленіп келіпті. Нұрсұлтан Назарбаев та бірден өскелең ұрпақпен еркін әңгімелесті. Некоторые задают вопрос, почему мы еще не живем, как в Западной Европе? Прежде всего, это климат, это большие расстояния, это отсутствие выхода к морю, это историческое, культурное наше наследие. По сути, все эти годы мы движемся вперед, вопреки многим объективным обстоятельствам. Об этом я хотел бы с вами сегодня поговорить. Расында да өрлеу мен өркендеуге климаттың әсері зор. Бұған бірқатар статистикалық деректерде дәлел. Мәселен, дамыған 30 елдің басым көпшілігінің климаты жұмсақ болғандықтан энергия шығындары әлде қайда төмен. Бізге қарағанда қуатты 3 есе артық үнемдейді. Елбасының айтуынша, экономиканың өзі жылы елдерде тез дамиды. Ауа райы қолайсыздығына қарамастан Қазақстанның үздік елдердің қатарына енуіне қауқары жетіп артылады. Бұған жас қауым өкілдері де сенімді. Канадцев из южных районов, которые идут трудиться на малонаселенный север, называются героями. Если это сравнение перенести, у нас 17 миллионов героев живет в Казахстане. Такова наша родина, Республика Казахстан, с хорошей весной, которая наступает, горячим летом, красивой осенью, красивой белой зимой, которую мы любим. Для нас на земле нет другого рая, чем Казахстан. Бұл қайратты жастардың қай-қайсы да қаһарман деген атқа лайық. Себебі елдің өркендеуіне сүбелі үлес қоссам деп тер төгіп жүр. Ол үшін білімді, білгір, еңбекқор болу керек. Демек, заманның көшін бастайтын жастардың жетістігі тек ғылымда, деді елбасы. 30 елдің қатарына кіру үшін де дамыған ғылым ауадай қажет. Открыты все дороги для науки. Без инноваций, без науки мы не сможем находиться в 30 развитых государствах мира. Поэтому молодежи, особенно которая идет в науке, надо так делать, чтобы ноу-хау, инновации рождались у нас в Казахстане. Лучшую технологию, лучшие вершины науки просто так на тарелочке никто нам не отдаст. Никто не хочет себе создавать конкурента. Поэтому я занимаюсь, чтобы у нас были лучшие университеты, лучшая наука, лучшие лаборатории, лучшие умы приходили и работали в Казахстане. Қазақстанда жастардың сан салада еркін дамуына жағдай көптеп жасалған. Бизнес, ағартушылық сала, шетелде оқу. Қолына ту ұстаған өреннің өрлеуіне мүмкіндік жетерлік. Кәсіби маман, шеберлік пен еңбекқорлық. Енді бәсекеге қабілетті болу қажеттілігі де артып отыр. Көпке ілесіп жүрудің өзі қиын. Ал өркендеген елдердің қатарына қосылу одан да қиын болмақ. Скидку никто нам не даст в конкурентном мире. Скажу откровенно, сегодня недостаточно работать упорно, надо работать еще и эффективно. Если чемпион постоянно не тренируется, он на следующих Олимпиадах не может рассчитывать на победу. И в жизни тоже так. Мы достигли успехов. Если остановимся, то то, что идет сзади, нас обгонит. Вот в чем дело. Жастармен еркін сұхбат 2 сағатқа созылды. Сүбелі дүниелер айтылды. Елбасы жаһандық жағдайда жастардың күш-жігерін ел игілігі үшін пайдаланудың жолдарын саралады. Олар жаһандық бәсекелестікке қалай да төтеп береміз деп отыр. Оның кілті президент өсиетінде деп біледі көпшілік. Есть такая шутка. Один маститый профессор-экономист каждый год задавал студентам одни и те же вопросы. Однажды молодой студент пришел и говорит: профессор, неужели вам надоело? Не понимаете, что вы из года в год задаете один и тот же вопрос? Этот вопрос мы все знаем, я тоже знаю. И профессор отвечает: да, не забывайте, что мы имеем дело с экономикой. А у экономики вопросы всегда одинаковые, ответы каждый год разные. Вопросы задаем в жизни одни и те же, а ответы каждый год разные, потому что быстро меняется мир.
Үлкен өмірге енді ғана қадам басқан жастар елбасының парасатты ойларын ұйып тыңдады. Олар тәуелсіз Қазақстанда тәрбиеленген алғашқы буын өкілдері. Демек, оларға артылатын жауапкершіліктің жүгі де ауыр. Дамыған 30 елдің қатарына кіріп, мәңгілік елге бастайтын ұрпақ осы. Таныкөк абыз айтқан түрік жұртының мұраты мәңгілік ел деген сөз. Біз оны ойлап тапқанымыз жоқ, ата-бабамыздың мәңгілік ойы сол болатын. Бабалардың арманы, бүгінгі еліміз бен болашақ ұрпақтың биік мақсаттары бәрі үндесіп жатыр. Қазақстанның ұлттық идеясы мәңгілік ел осыдан туындаған идея. 2050 жылғы бағдарлама 30 өркендеген елдің арасына ену, нұрлы жол, барлық істеп жатқанымыздың түп тамыры сондай мемлекет құру үшін жасап отырмыз. Ұлттық идеяны іске асыру белсене атсалысатын сіздердің жас ұрпақтың алғашқы легі боласыздар. Төмен күнге жететін тәуелсіз ұрпақтың көші сендерден басталады. Сондай бір керемет позитивті энергия алып отырмыз. Қазіргі таңда жастарға жасалып жатқан жағдай өте жоғары деңгейде деп айта алар едім. Өйткені оқимын десең оқисың, яғни бизнес саласында болса ол жақта да жол ашық, яғни таңдау көп. Басқа елдермен салыстырғанда біздің жастарымызға деген үлкен болашақ, үлкен бір сенім күтіп тұр. Бүкіл жастарға айтарым, енжар болмайық. Ортақ отанымыз, отбасымыз, үйіміз Қазақстан үшін ерінбей еңбек етіп, соңғы ақтық теріміз шыққанша жұмыс жасауға шақырамын. Сүбелі сұхбаттан жастардың алған әсері зор. Залда болған 2000 жас елдегі 2 миллион жеткіншекке елбасы сәлемін жеткізеді енді. Мұхтар Ыбырайым, Айдос Меделбеков, Жандос Битабаров, Астана, президент телерадио кешенінің көмегімен.